Алматы облысында Жетісу 360 градус жобасы бойынша барлық ұлттық парктерді цифрландыру жұмыстары басталды. Жыл басынан бері олардың мобильді қосымшалары жасалды. Жетісу өңірінің тамаша табиғаты туралы бейнероликтер түсірілді. Сондай-ақ цифрлы картаға аймақтың барлық музейлері енгізіліп отыр. Өңірдегі тілшіміз әңгімелейді. Музейлерге барып, ондағы экспонаттарды көру және өлкенің тарихымен танысу кім-кімге де қызық. Бұрын оған қыруар уақыт кететін, ал қазір цифрландырудың арқасында оны үйде отырып көруге мүмкіндік бар. Ол үшін Жетісу 360 градус жобасының сайтына кіру жеткілікті. Аймақтың кез келген музейі туралы ақпарат алдыңыздан шығады. Өңірдің 19 музейі туралы мобильдік қосымша бар. Арнайы көзілдіріктің көмегімен оларға виртуалды саяхат жасауға болады. Тарихи жол деп аталатын бұл қосымша қазақ, орыс, ағылшын, қытай және түрік тілдерінде жасалған. Жақында тағы бір цифрлық бағдарлама жасалды. Оған облыстағы барлық туристік нысандар мен мәдени, тарихи және археологиялық ескерткіштер ендірілген. Бұл жобалардың барлығы да өңірлік сакралды Жетісу өңірінің туризмін насихаттауға бағытталған. Жобаның ұсыну мәнері қазіргі таңда цифрландырумен тығыз байланысты. IT саласының мамандары таяуда ұлттық парктерді цифрлық форматқа түсіру үшін тағы да біршама жұмыстар атқарып келді. Қазір 2-3 аптаның ішінде осы түсірілген нәрселерді біз өңдеп бітіреміз деген ойдамыз. Туризм саласындағы цифрландырудың келесі кезеңі рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жалғасады. Жалпы облыс музейлерінде 60 мыңнан астам экспонаттар бар. Жақында олардың виртуалды нұсқалары пайда болған. Енді Жетісу 360 градус жобасы бойынша аймақ музейлеріндегі экспонаттарды және тарихи орындарды 3D форматында тамашалауға мүмкіндік бар. Тілеуқабыл Мыңжасар, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан.